Иә, бәріне сәлем. Бұл Ой құмар подкастының бірінші сезон, бірінші эпизод. Әуелі басталмай жатып, осы Ой құмар атауының авторына, Нұрекеге, Нұрлысанаға, білмеймін ол қазір қалай болады екен, атын толық айтам айтпай ма. Пока осылай айта қояйын, сол жігітке рахмет айтам. Подкаст бастаймын деп жүрген кезде, давай деп аяқ асты бастатқызып жіберген жігіт сол болады. Сол кінәлі осы Ой құмар деген атты тауып берген, өзінің подкастын ма бауырым деп бере салған. Алла разы болсын, бірақ почему-то бірінші эпизодқа келмей қойды. Ренжіп қалғансың ғой, партнер керек дейді, короче. Ладно деп, енді партнерін қарастырып жатық, ол кісіні кішкене еркеленді что-то. Бізде қонақта Құрбан деген менің досым. Қысқа нұсқа Құрбан, и все, да, наверное, Құрбан. Өзі қалай таныстырасың? Құрбан ғой. Нұрлыбек қой атым. Атақты емес, звезда емес, бірдеңе емес. Чисто Құрбан и все, короче. Ой құмарда пока что келетін қонақтар арнайлап аккаунттарын негізі белгілемеймізші, смысл сода, ешқандай аккаунттары белгіленбейді. Сөйлеп кетеді ғой, короче. Толық видео запись не болып шығады, ютубқа шығады толық. Кесіледі, мүмкін кесілмей как они салынады, көреміз. Әлеуметтік желілерге именно TikTok, Instagram ғой, ол жаққа нарезкалар обязательно шығатын болады. Түсінікті болды. Негізі бүгін подкаст деп жатсың ғой. Подкасттың өзі баяғыда өзіміздің эфирлер бар емес пе? Алиман, Маса, Нұрмұсана бәрі отыратын ше. Сол эфирлерден былай қатты разница болмайды сияқты ше, потому что андай. Иә. Ешқандай разница жоқ. Сол сөйлеп отқан нәрсе. Просто енді ол жақта бізде всегда уақыт бола бермейтін еді ғой талқылауға. Мына жақта уже арнайлап тақырыпқа кіре аласың да, или отвлекаться етпейсің деген сияқты ғой. Біз өз білесің ғой, өзіміздің екеуміздің өзін алаш личкада сөйлескен өзіне подкаст болып кетеді ғой біздікі. Бұл онлайн подкаст, білмеймін қалай болады екен. Бір онлайн подкаст бар ма жоқ па білмеймін, бірақ негізі подкасттың смыслын білетін болсаңдар, радио сияқты нәрсе. То есть ол жерде сен түрің болу маңызды емес, ол жерде сен даусың ғана маңызды. И кейіннен адамдарға контент керек болған кейін видео сияқты жасайтын болды. Сонымен подкаст әрі интервью, әрі подкаст болып бітті. Негізі подкаст чисто радио сияқты болу керек. Иә. Баяғыдан ВКонтактедегі подкасты дегендер есіңде ма? Чисто машинада кетіп бара жатып тыңдайтын деген сияқты. ВК-дағы подкасттарды тыңдағанда бір кайф болатын маған. Блокқа тығып қойсаң да, телефонды ести бересің да. И наушникпен прям сондай функциясы жақсы еді. Ладно. Өзі подкаст өзі сол американский подкасты деп шығатын еді ғой баяғыда бағасында ше. Ол кезде не екенін білмейсің ғой подкаст. Олар енді дамыған елдер ғой. И ол жақта не болса да бірінші жақта шығады ғой. Вот как раз соған қараса дамыған ел демекші. Менде мынандай сұрақ болып тұр. Мына заманның дамуы жалпы пайдасы мен зияны қалай деп ойлайсың, Нұреке? Заман негізі менің ойымша да біз қаласақ та қаламасақ та дами береді ғой. Прогресс постоянно болып жатады. Өзгерістер бола береді. Адамның миы да дами береді деген сияқты ғой. Мысалы, сұрақты қалай қоясың? Заманның дамуына қатысты. Зияны мен пайдасы бар. Мысалы, біреулер бүйтіп атады ғой, қазір заман дамыды, бірақ құртылып кетті, бұзылып кетті, бірдеңе дейді. Ал біреу айтады, заман дамып қайта прогресс болып, возможностьтар көбейді дейді. Сен қалай қарайсың жалпы соған? Абай Қалшабек деген ақын ағамыздың сөзі бар ше. Тарихтан 100% қол үзген адам да ұтылды, жаңалықтардан жаңа шығып жатқан заттарды пайдаланған адам да ұтылды дейді. Тарихтың да ескі заттардың да дұрыс жерлерін алып, қазіргі шығып жатқан жаңа дүниелердің де жақсысын дұрыс жаққа пайдалану керек дейді. Мысалы, өзің ойлашы, TikTok деген күшті платформада негізі былай қарағанда. Ол да бір дамудың белгісі ғой. Бірақ кім қалай пайдаланып жатыр соған маңызды. Әркім әртүрлі бағытта, әртүрлі цельде пайдаланып жатыр да ол нәрсені. Бірақ ол нәрсені егер жақсы нәрсеге былай қарай бағыттайын десең, ол да үлкен мүмкіндік та, тем более медиа заманда.
Заман дамып жатыр, адам да дамып жатыр, бірақ адамға прогресс керек та миында. Өткенде айтқандай, қоғамда кейбір осындай кикілжіңдердің болуы ол жақсы дейді да, потому что қоғам дамиды дейді да. Бірақ қоғам дамуының арқасында сапалы адамдар шыға бастау керек та, менің ойымша. Жоқ дегенде дұрыс емес бір ойда жүрген, дұрыс емес бір жүйеде жүрген адам сондай жақсы ортаға келген кезде өзгере бастау керек ол адам. Адам сапалы бола бастау керек. Айтқым келген нәрсе ше. Қазір енді мұсылман, атеист оны ештеңе айтпаймын, бірақ жалпы адам, мысалы, кез келген адамға атеист болса да, мұсылман болса да, буддист болса да, бәрінде ортақ бір нәрсе бар. Адамгершілік деген, сыйластық деген, ақыл деген, бұл бүкіл адамға ортақ нәрсе негізінде. Дінге де ештеңеге қарамайтын заттар да. Сондықтан сен қандай жақсы адам болу, сапалы адам болу бұл маңызды. Егер сен сапалы болсаң, сенің ұрпағың да сапалы болады деген сөз да. Бірақ қалай ойлайсың, Нұреке, жалпы жеткілікті ма жақсы адам болу? Қайрат Жолдыбайұлының сөзі бар ғой. Өмірде кемел адам болмайды дейді ешқандай. Ешқашан кемел адам болмайды, және адам ешқашан кемелденбейді дейді. Тек қана бүкіл адам, егер де сол жолға түскен адам, ол кемелдену жолында ғана болады дейді. Оның результаты жоқ дейді да. Сен ешқашан кемелдену процесінде жүрмін, және мен осы уақытта мен енді кемелмін деп айта алмайсың дейді. Кемел адамды оқыған кісілер оны түсінеді, не туралы айтып жатқанда. Адам ешқашан өзін идеальный деп айта алмайды да, және идеальный бола алмайды да. Бірақ нәтиже маңызды емес деген сол да. Адам тек қана прогрессте бола береді, ешқашан толдым деп айтпайды. Мен қазір енді бір кісілерден оқып қалған, бір кісілерден тыңдап қалған, өзіме бір сұрақ болып келген заттардың жауабын іздеу барысында түйген ойларымды айтамын да. Өмірде мұндай 100% мұндай болмауым да мүмкін ше. Бірақ менің ойымда бұл, не айтсам да. Ол кісі солай деп айтады. Сол үшін қазір бір кісілердің кітаптарына или бір сөздеріне адамдарға посыл беріп отырамын да. Сол кісілердің аккаунттарын, кітаптарын ашып қарауға болады да. Өйткені маған пайдасын тиген адамды менің осылай сөз айтуыма или бір ойымды өзгертуіне себеп болған адамдар да олар ше. Алдын айтатын ғой, есімде эфирлерде мен миымда бір ұстаздардың ішінен топ-10 деген өзімде миымда бар деп айтатын ғой, сол сияқты да. Ол адамдар 100% дұрыс болмауы мүмкін, кейбір сөздер, бірақ бұл сөздері өте маңызды и жұғымды да адамға. Нәтижесі сол. Ешқандай адам кемел емес, ешкім кемел болмайды. Бүкіл адам, осы жүзеленем деп жүрген адамдардың бәрі кемелдену жолында деп болды. Осымен қалады болмыз. Ешқашан кемел болмайсың. Толық адам дегенде сол Абайдың айтқан. Абай айтқан толық адам деген ол кішкене басқа. Ол кішкене басқаша философия болып кетеді ғой. Бірақ қазір білесің ме, адамның көңіліне қарау деген баяғыда не знаю, қарап сөйлейтін, үлкендерді тыңдайтын. Қазір вообще еркін болғанда қалай кез келген сөз айта қояды, и ренжітіп алғанын жайлы басын қатырмайды да, ренжітіп алған ба деп ойламайды. Еще наглый ренжітеді, и еще кешірім де сұрамайды да. Қазір вообще кешірім сұрау вообще болмайтын зат, қажет емес дүние сияқты болып кеткен сияқты қоғамда. Мысалы, вообще кешірім сұрау қай кезде әлсіздік, қай кезде рухани күш негізі? Біз өзіміз біреудің ақысына кіреміз да, сосын оны кешірім сұрамаймыз, потому что біз ол нәрсені бір проблема деп санамаймыз ғой. Проблема сол сияқты. Я не обязан деген сияқты. Мысалы, бір жігіттің мысалын келтірейін. Оған өзіміз де кіретін шығармыз, может. TikTokта бір жігіт мен атеистермен, тәңіршілермен күресіп жүрмін деп айтады да. Бірақ сол күресіп жатқан кезінде, мысалы, бір адамға жақсылығы, сөзі өтімді болып пайдасын берсе, ол 10 адамның ақысына кіріп кетті да уже. Біреуді сенің боқтағаның да, біреуді балағаттағаның, біреуге үстінен прикол ұстағаның өзі, бұл как бы сен уже ақысына кіріп жатсың. Адамдардың ақысы сақталмай жатқан заманда бұл. Енді бұрында да сондай болған шығар бәлкім, бірақ проблемалардың үлкені ғой, адамдардың ақысы деген. Негізі адамның өміріндегі ең маңызды заттар ғой. Біз просто адамның ақысы деген не нәрсеге түсінбейміз.
Ал Құдайдың ақысы дегенде ол тем более түсінбейміз ол заттарды. Түсінуге болады, талпынуға болады, бірақ еріншекпіз да. То есть ол нәрселерді біз проблема деп қарамаймыз глобально ше. Ана Алпамыс деген жігіттің сөзі бар еді ғой. Мен қалай бармын, солай қабылда деген сияқты біздікі дейді позиция. Сондай бір дүние сияқты бізде. Бірақ қазір мынандай болып жатыр да, психолог, коучтар бекерге шығып жатқан жоқ та. Негізі, иә, олар көбейіп кетті. Олар жайлы ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ бұл подкастта. Бірақ мына нәрседе қазір адамдар көп адамдар өздері жалғыз сезінетін болып кеткен да. Вроде барлығы бар, төңірегінде жұмысы бар, ақшасы бар, туысқан, аман есен жүр. Но почему-то жалғыз да. Осы адамдардың жалғызсырауы, өздерін жалғыз ұстауы, жалғыздыққа құмар болуы, бұл рухани дағдарыс па негізі? Қалай ойлайсың? Мен ойымша ол тоқшылық. Бізде де болған ол нәрсе. Әлде бар шығар бізде мүмкін. Шүкіршіліктің аз болуы и тоқшылық. Өйткені біз нағыз голодомор деген екенін білмейміз. Біз айтамыз, кішкентай кезде біз жоқшылық кезінде өскенбіз. Жоқ, біз тоқшылық кезінде өскенбіз наоборот. Біз жоқшылық дегенді көрмегенбіз, ол нәрсе не екенін білмейміз, заттардың қадіріне жете алмаймыз да. Біздікі шүкірсіздік именно осы тараптан ше. Тоқшылықтан болған шүкірсіздік. Біз адамның табиғаты сондай. Қазір енді өзім жайлы айтамын ғой. Қолымызда бар нәрсенің қадірін түсінбейміз. Кешегі айтқан сияқты бір эфирде айттық қой. Бақыт деген не десең, бір адам айтады, баласы болмаған адам. Бақыт деген бала ғой дейді. Құдай бір бала берсе ғой шіркін дейді да. Бірақ мына жақта басқа кісілер өзінің баласын ұрып жатыр. Или бір жақсы жамандыққа қиып жатыр. Дұрыс тәрбиелемей жатыр. Болашағын уайымдамайды. Оның неше түрлі ата аналар бар. Ал егер біреу үшін бақыт деген бала болатын болса, онда неге мына жақта басқа адамдар бақытын ұрады деген сияқты бір ой келеді да. Олайша айтса, адам бір заттардың қадірін түсіну үшін мүмкін сол заттарды жоғалтып көру керек, или сол заттармен сыналып көру керек шығар. Айтқым келгені, біздің жаңа айтып отырсың ғой, бізде бәрі бар, бірақ біз жалғыздыққа құмармыз. Біз қандай сияқты бір тойынған адамның кейпі сияқты болып тұрады да кейде. Енді адамның ішіндегі рухани дағдарысын айтып отқан жоқпын, сыртқы келбетін айтамын да. Бұл проблема менде де бар, мүмкін басқаларда да бар шығар. Исходя өзімнің өмірімнен айтамын да ол нәрселерді. Иә, әлбетте мен де негізінде көп туындайтын сұрақтарды бірінші мен әуелі өзімнің елегімнен өткіземін, өзімнің өмірімнен көп аламын. Өзімде қалай болып жатыр, фильтрден өткізіп қоғамда қалай болып жатыр. Расында қоғамның бір бөлігі екенімді түсінемін да, ондай жағдай жалғыз мен емес, ол басқалар да солай болып жатқан сияқты. Жаңа сен шүкіршілік деп қалдың. Жалпы көп адамдар айтады, бізді негізі қазақта шүкіршілік құртады дейді. То есть мотивация болмайды, барына қанағат деп жүре бересің, осы нәрсе сені неден тоқтатады дейді, дамудан тоқтатады дейді. То есть сұрайын дегенім, шүкіршілік пен шектеу арасында шекара қандай болу керек? Сен мына сұрақ қойған кезде ана нәрсе ойлап тұрсың ғой да, мысалы дәл қазір мысалы бір бала бар, әйел айтуы мүмкін, біз маған адамда қарағанда жақсырақ өмір сүріп көрейік та, мүмкін мына жұмысты көрейік, мына бизнес бастайық деген кезде, осы қазіргі состояниемнан айырылып қаламын деп қорқамын, осыған шүкір деген сияқты ғой да. Біз шүкіршілік деген екенін түсінбейді екенбіз ғой қазір. Абылай Кенжеұлы дамуға келген кезде. ана бір заттар болады, ол нәрсеге шүкір етуге болмайды дейді да. Мысалы, шүкір деген сөздің араб сөздігінен тілдік мағынасы нығметтерді сезіну дейді. Оны көрсете білу, оған рахмет білдіру дейді. Шүкірдің анықтамасы осындай екен. Бұл жаңа сен қойған сұрақтағы шүкір деген сөзбен мынаның мағынасы екі түрлі болып тұр да. Шүкір мен шектелудің айырмашылығы деген кезде, мысалы, Аллаға шүкір айту үшін намаз оқы деген сөздерді естіген болуымыз мүмкін, немесе таңертең күн шыққаннан кейін духа намазын оқысаң, бұл сенің жаңағыдай шүкіршілігің деген сияқты, немесе таңертең осынша салауат айт, осынша зікір айтсаң, бұл сенің буындарының садақасы деген сияқты, шүкіршілігі деген сияқты да. Алдында неде айттық қой, есіңде ме?
ризық пен нығметтің айырмашылығы қандай, или ризық иә деген иә не, біз ризық деген сөзді оказывается дұрыс түсінбейді екенбіз. Сол сияқты мына шүкіршілік деген де терең ұғым болып тұр да, получается. мхм. Давай сол рызық мәселесін де айтып кетсең. Өте тамаша сөз болды, сол кезде сұхбат болды. Мына Құрманғазы Садырбаев Құрманғазы деген ұстаз бар, неде Нұрмарат Исқақов. Мхм. 23 жыл оқыған екен Египетте. Бұл кісі қазір көп талқылап жатқан нәрсе аят сырлары дейді да. Аят сырлары деген кітабы бар. Бірінші бетінен ашып оқығаннан кейін сен уже бір аяттың қағазшасын жазып, астынан сол аятты 2, 3, 4 бетке дейін түсіндіріп береді. Біздің тілде. Оказывается, біз айтып жүрген рызық несібе деген сөз, нығмет деген сөз. Мысалы, мен ең ұлы нығмет иман, немесе ең ұлы нығмет, ең ұлы ризық иман деген сөзге қатты ойланғанда, қалай ол ризық пен нығметтің айырмашылығы қандай сонда деген сияқты. Нығметті бір тоқтаусыз келіп жатқан бір сый дейді да, арнайы берілетін сый сияқты болуы мүмкін деп. Ал ризық деген нәрсе бұл тоқтаусыз да келуі мүмкін, және сенің амалыңа сай болмаса да келе беруі мүмкін. Бірақ бұның қаупі кейбір нәрселер, ризықтар саған сынақ болып келуі мүмкін дейді да. То есть біз сынақ деген кезде тек ойымызға жаман нәрселерді аламыз ғой. Баламен сыналдым, анамен сыналдым, ақшамен сыналдым, денсаулықпен сыналып жатырмын деген сияқты сөздер айтамыз. Біздің түсінігімізде сынақ деген бір жаман нәрсе сияқты болып қалған. Ал жақсы нәрсені беріп те сынауы мүмкін дейді да. Уже бұл сәл күрделі әңгіме болып кетеді да. Получается, біз шариғи терминдерді білгенмен де оның ішіне вникать етпегенбіз. Ал жаңағы Құрманғазы ұстаздың кітабын ашып оқитын болсаң, ішінде толық ашып береді осы нәрселерді. Мысалы, бір хадистерді келтіру мүмкін, Алла тағала шүкіршілік құлдарды жақсы көреді деген сияқты. То есть, мүмкін мен өзім де терең түсінбеген шығармын бұл нәрсені, бірақ біздің айтып жүрген шүкір Аллаға, бәрі жақсы деген сөздермен ғана шектелеміз. Мүмкін ол кісілер сияқты арнайы бір кітапты ашып, қазақша кітапты оқып, талқылап көруге болатын шығар, потому что басқа бір кісілердің де қосатын ойлары болуы мүмкін да. Сондықтан мен түсінгенім сол, бізге көп оқу керек, көп іздену керек, потому что әр адамның, кез келген адам туылған кезде оның табиғатында бір жақсы нәрсеге деген талпыныс болады дейді. Уже заложено болады дейді ол адамға. Және ол адам сол нәрсені орнымен пайдалану керек дейді да, жақсы нәрсеге. Мысалы, жаман нәрсеге де адам бейім болып кетуі мүмкін да, өзінің қызығушылығының арқасында. Бірақ сол нәрсені жақсы нәрсеге бағыттай білу керек дейді. Мысалы, мен өмірімде кітап оқымаған адаммын, бірақ кітап оқуды өзіне заставить еткен да, қинап. Үлкен күреспен, сен оқу керексің, сен оқымасаң ешкім емессің деген сияқты өзімді қинап оқытқан адаммын да. Сондықтан бұл нәрсенің не екенін түсінемін да. Қазір былай отсылка беріп кете берейік, немесе ұстаздардың кітаптарына, ұстаздардың сөздеріне. Потому что айтқым келгені, мысалы, тек қана кітап оқу ғана емес та, маңызды. Мысалы, бір адамдар болуы мүмкін, басқаша жанрда кітаптар жақсы көреді. Бір адамдар болуы мүмкін, тіпті кітап оқығысы келмейді, кітап оқымайды да, бірақ ол адамның ақылағы, мінезі, өмірдегі позициясы сенікінен қарағанда жақсы болуы мүмкін. Неге деп іздеп қарасаң, оның әкесі, атасы, немесе сондай бір ортасы, сондай бір ірі адамдар дейді да. Ірі деген сөз, білімді адамдар деген сөз ғой енді. Мысалы, сенің әкең немесе әкеңнің ағасы немесе сондай бір ортада жүрдің, тек сондай білімді кісілердің арасында. Сен автоматически солардан жоғалтты саған. Мүмкін саған кітап оқу керек те болмайтын шығар. Деген сияқты да. Жаңағы басында айттық қой, мақсат сапалы адам болу, мақсат адам болу, дұрыс адам болуға тырысу, кемел адам болуға тырысу, кемелдену жолында жүру деген сияқты. Бұл нәрсеге беретін басқа да бір
себепшілері болуы мүмкін. Мүмкін кітап. Бір адам болуы мүмкін, бір кино қарап отырып та тәубесіне келуі мүмкін. Өзінің ойлау нәтижесінде. Бір кино қарап отырып, өзі ойланып, ойға шомып, сол кино әсер етіп, вот мен ертеңнен бастап өзгеремін деп өзгеріп кетуі де мүмкін ол адам. Әртүрлі жағдайда. Немесе бір досың себепші болуы мүмкін өзгеріп кетуіне. Деген сияқты. Менің случайымда ол кітап болды да, потому что адамдардың сөзін, адамдардың насихатын қабылдау деген қиын болды да маған. И өз-өзімді қамшылауым керек болды да. Сосын адам өзгереді дегеннің өзі де относительный сөз сияқты да, потому что адам қатты өзгермейді негізі, просто бір-екі сырттан қарағанда өзгерген ұқсап көрінуі мүмкін, бірақ сол адам негізі. 100% өзгермейді да адам деген. Сырттан кейбіреулер себепкер болуы мүмкін дейсің ғой, адамдар себепкер болуы мүмкін дейсің ғой. Ең үлкен факторлардың бірі ғой біздің неде, потому что жаңа бір подкаст тыңдап отырмын, адамның құлақтың нығметін айтып жатыр да. Адамның есту қабілеті мысалы. Жалпы естудің нығметтерін айтып келеді ұстаз, айтып келеді. Көзі көрмейтін балаларға Құран үйреткенін айтады. Және бір адамның бір құлағы істен шыққан кездегі қиындықтарды айтады, қалай болады. Құлақтың нығметінің өзін үлкен қылып айтады да. Құлақ деген сөз жаңағы сұхбат қой. Естіген заттарың. Егер қасында бір адам, жақсы адам жолығып қалса, мысалы былай келтіреміз. Обычно өмір сүріп жүрген бір адам пойызға мінді да, вагонда бір жаққа, ұзақ жаққа, Атырауға ма бір жаққа шықты жолға. 2 сутка, 3 сутка жүретін жерде. Сол жерде қасындағы серігі бір абыз ақсақал болып қалды дейік та. Өте мықты білімді кісі жолығып қалды. Екеуі 20-24 сағат бойы сұхбаттасып барды жолда. Ол ақсақал оған әсер етті, ана бала одан өзіне жұқтырды да бір нәрселерді. Бала пойыздан түскен кезде басқа адам болып кетті уже. Басқа оймен, басқа мышлениямен түсетті уже. Қасындағы серігі оған әсер ете білді. Бізге сол ұстаздар айтатын сол үшін ең бірінші құрал дұрыс орта дейтінше. Дұрыс орта қайырлы. Дұрыс орта деген сияқты. Адамның ықпалы демекші, негізі олар жайлы айтқым келмейді, бірақ айтпасақ тоже болмайды, өйткені қоғамда жоқ емес, болып жатыр. Адамдар негізі жалпы неге діннен тез шығатын болған? Не себеп болған? Діннен шығуына ма? Мен былай жай жамағат ретінде айтып көрейін. Кеше Дастан ұстаздың бір несі шықты да постта. Қоғамда бір адам шықты, атеист адам, соны тыңдап адамдардың бір атеист болып бара жатыр деп айтасыңдар дейді. Бірақ ол олай емес дейді. Ол кісіні тыңдап жүріп атеист болып кеткен адамдар, олар өздерінің атеист екендерін түсінген адамдар дейді. Олар оған дейін де мұсылман болмаған болуы мүмкін дейді. То есть мұсылман болу деген не деген кезде уже ішінде көп қойған шарттар мысалы. Иман ғой ең бірінші мәселе иман. Кімде иман толық болатын болса, ол адамның бір діннен безіп кетуі негізі қиын нәрсе ғой. Өте қиын нәрсе ғой. Енді хидаят Алладан, бәрі Алланың ісі. Оған араласпаймыз, бірақ ұстаздың айтқан сөзінің жаны бар да. Оған дейінгі адамдар просто олар аузы мұсылман болып жүрген. Немесе өзін мұсылманмын деп ойлап жүрген. Бұл ол кісіні тыңдағаннан кейін ол кісі өзінің атеист екенін түсінді просто дейді да. Изначально атеист болды. Жалпы өмірі атеисттің өмірі болғанда, енді бірақ мұсылманшылықтың шарттарын орындамаған шығар, білмеймін ол жағын, бірақ өзінің атеист екенін түсінді дейді да. Осы жайлы алдынан Алпамыс деген жігітпен сөйлесіп қалған кезде де сұрап жатырмын да, енді Сайкеу деген жігіт бар, мысалы осындай бір атеист бар. Сол кісіні тыңдап жүріп, мұсылмандар діннен шығып бара жатыр. Оған қалай қарайсың деген кезде, ол адам мұсылман болып та түк қатырмайтын еді дейді. Оған неге бастарында ортасында дейді. Бұл нәрсені маған қатты ұнамайды бұл сөз, бірақ ойланатындай сөз де бұл да. Получается, қоғамда
сапалы адамдар аз, сапалы мұсылмандар да аз болып тұр да. Білімсіздік Біз те бар ол ол жерде. ең бірінші білімсіздік қой. Егер бір адам ізденіп, білім алып, оқып, жаттап жүрген адамды Алла тағала әділ қылып, бекерден бекер оны діннен шығара салмайды ол нәрсе, ол адамды. Алла тағала бүкіл адамның еңбегін бағалайды, мысалы, бүкіл адамның жүрегін көріп тұрады деген сияқты. Егер бір адам дұрыс мұсылманға болуға тырысып жүрген адам болатын болса, кемелденің жолы деп айттық қой жаңа, үлкен үнемі ізденісте жүрген адам болатын болса, немесе былайша айтқанда қатардағы дұрыс мұсылман болған күннің өзінде де Алла тағала оны бекерден бекер хидаят алып қоймайды деп ойлаймын өз басым. Потому что біз мысалы адамдарға не пайда беруі мүмкін? Мысалы біз как еруші ретінде біз сұрақ келген кезде мүмкін өзіміз шет жағасын білген сұрақтың өзінде де біз оған жауап бермейміз да, сосын оған кіріспейміз да. Егер өзіміз үшін бір өмірімізде маңызды сұрақтар болатын болса, біз кімнен барып сұрау керек екенін білеміз. Потому что өзіміздің кім екенін білеміз да. Мысалы өте білімді кісілер, олар кітап ашып, кітап қарап, өзінің білгенін айтуы мүмкін. А біз сияқты еруші адамдар өзінің бірінші еруші орнын білу керек та. Мысалы, қазір менде бір вопрос болып қалатын болса, мен ұстазға звондаймын, анаға звондаймын, бір досыма звондауым мүмкін. Немесе күрделі вопрос болатын болса, демалыс алып тұрып ізденуім мүмкін ол сұрақтың жауабын. Егер мен өміріме қатысты болатын болса ше. Маған тиесілі нәрсе де осы да, мен істеуім керек болған нәрсе де осы. Ал бізде мысалы бір адамдар болуы мүмкін, өзі білмесе де сол сұраққа кірісіп кетеді деген сияқты. Біз мысалы как адам ретінде өзіміздің азаматтық позициямызды бекітіп алайық. Өзіміздің жаңағыдай дін жағынан болатын болса, өзімізді еруші деген позицияға мықтап орнықтырып алайық біріншіден. Өзімізге бір орын бермей жатып ше. Бір адам ол арабша біле ма, Құран жаттап алған ба, ол негізінде қоғамда қатты рөл ойнамайды ол нәрсе. Негізі ше. Мысалы мешіт жамағаты ма, мешіт жамағаты. Бұл сен мешіт жамағатысың. Ешқандай да ұстаз да емессің, ешқандай да ғалым да емессің. Ешқашан осыны ұмытпа деген сияқты. Енді кейбір сұрақтар болуы мүмкін. Ол сұрақтарға жауап бере берсең болады да. Қатты күрделі болмаса да жаңағыдай өзің білген нәрсені айтасың ғой, білмесең, білмеймін деп айтасың деген сияқты. Сол үшін тиктокта болып жатқан заттардың бәрін тек мысалы айтасың ғой, бәрі айтады. Осылар шықты, тәңіршілер шықты, атеистер шықты, пәленшелер шықты. Бұған мұсылмандардың да кінәсі бар да. Олардың көбеюіне де мұсылмандардың кінәсі бар деген сияқты. Назар аудару ма? Мұсылман адамдар өздеріне бір идеальный позицияны алып, мұсылман болған үшін ғана тәкаппарлануға болмайды да ол тоже. Күрестің жолы емес ол. Олармен күресемін деп ондай нәрселерге баруға болмайды деп ойлаймын да, потому что біз бәріміз солай жасадық басында. Бәріміз қырылып жүрдік, бәріміз үйтіп жүрдік. Көрген жігіттер ескертіп айтты біреулер. Сосын ұстазбен сөйлескен кезде де мысалы жаңағыдай вопростар болады. Ұстазды тауып аласың, барып сөйлесесің. Жауабын алғаннан кейін уже саған міндетті нәрсе бар. Мысалы, сенің өмірінде бір жайт болып қалды. Сен ұстазға барып сұрадың. Ұстаз саған шешімін айтқан кезде сен тәкаппарлық танытпау керексің де уже. Ұстаз саған шешімін айтты ма, сол нәрсені жасау керексің. Онда барып сұрап бармауың керек еді, короче. Ал біз ескертуді де қабылдамай жатырмыз да даже. Иә. Негізі жалпы олар негізі бақытсыз деп ойлаймын, өйткені білмеймін, бақытты болса ондай агрессия, ондай негатив адамнан шыға қоймайды негізінде. Бірақ бақыт уақыт өте келе өзгеруі мүмкін ба негізі? Мен бір нәрсені точно білемін. Өмір ешқашан бір қалыпты болмайды. Ешқашан тыныш болмайды. Ешқашан әлем тыныш болмайды. Ешқашан әлемдікте гармония болмайды. Мына өмірде ешқашан болмайды. Точно сияқты ол. Сосын қазір енді біздің жағдай өмірімізде, әлемде, елде мүмкін бір актуальный проблема да бар шығар, который қоғамды қатты бұзып жатқан. Одан кейін қоғам бұдан да жақсы болып кетеді дегенге мен сенбеймін. Үміттенеміз, әрине бәрі жақсы болады.
бала шағамыз ұрпағымыздың кезінде жақсы бір мүмкіндіктер болатын шығар. Бірақ мен ойлаймын бұдан кейін одан да бір серьезный проблемалар шығатын шығар деп ойлаймын да. Өйткені Мгм. біздің әке шешелеріміздің уақытында бұндай жағдайлар болмаған. Дұрыс, өздеріне сай бір актуальный темалар болған шығар, бірақ дәл қазірдегі заттар болмаған. Қаншалықты атеизм заман деп айтсаң да, басқа заман деп айтқан күннің өзінде де тепе теңдік болған деп айтады біреулер. Өйткені өзінің сол кездегі заманын сағынатын үлкен кісілер өте көп. Баяғыда біздің заманда қандай тамаша еді деген сияқты. Мгм. Получается, әр заманның өзінің жақсы жері бар, заман жері бар. Біздің заманның жақсы жері мүмкіндіктердің көпшілігі болып тұр да. Шектеусіз мүмкіндіктер. Бизнес жасайын десең де, кітап оқимын десең де, өзгеремін десең де, ғалым болу өте оңай қазір заманда. Үйде отырып, телефонмен отырып, книжный клуб, магазин, интернет-магазин. То есть мүмкіндіктердің заманы қазір біздің заман. Біздің әке шешелеріміз заманында ондай заман болған жоқ. Бірақ өздерінде өте жақсы тұстары болды да. Именно қоғамдағы кейбір мәселелерге қатысты олардың замандарында ол проблема болған жоқ мысалы. Бала тәрбиесі сәл жеңіл болды, мен ойымша. Өмір сүру шик болып өмір сүрмесе де, сол жаңағыдай бауыржан ұстаздың сөзі бар ғой, олар зәрулік пен шүкіршіліктің арасында өмір сүрді дейді да, біздің ата бабаларымыз. Зәрулік пен шүкіршіліктің арасында. Ол деген сөз жаңа сен айтқан таза шүкіршілік деген сол заманда болған да. Бір нанды жерге тастамау деген нәрсе сол ашаршылықтан қалғаннан кейінгі үрдіс қой енді. Адамдар сонда қатты қиналған кезде нанның қадірін түсінген да. Сосын нанды ардақтай бастаған. Мысалшы, бидайды қалай ардақтай бастаған. Өйткені олар көрген ол жоқшылықты. Біз ол нәрсені көрмегеннен кейін ол нәрсенің қадірін түсінбейміз да. Бірақ жаңа кітап демекші қазір өте өзекті тақырып бұл. Сен бұл жайлы көп мәлімет білетінің анық. Заман дамыды, барлығы интернет дамыды, электроника дамыды, техника дамыды. Бірақ сонымен бірге кітап дамыған жоқ. То есть кітаптың өзі емес, кітапты оқитын адамдар дамыған жоқ. Неге қазіргі таңда адамдар кітап оқымай кетті? Интернеттің кесірі ғой, кітап оқымай кетті деген. Бірден бір себебі сол шығар. Гаджеттердің көбеюі. Сосын интернеттің қатты дамып кетуі ғой негізі. Мен ойымша сол. Өйткені кітап оқып, өмірін кітапқа арнатқан адамдардың өзі де жай мынандай нәрсе бар да, короче. Біздің қоғамда, біздің елде арамызда андай адамдар бар. Елге танымал адамдар бар, мысалы. Жаңа елге танымал бір кісі бар. Ол кісімен сөйлессем, ол айтады, біз Инстаграм ашып, ТикТок ашып жүргізуге мұқтаж болып қалдық дейді. Қайта мен жаным қаламайды ол нәрсені дейді. Менің жаным ол нәрсені қаламайды, мен ол нәрсені ұнатпаймын дейді. Мен қолмен жазып, кітап оқып отқанды ұнатамын дейді. Бірақ заман талабына сай біз уже мәжбүр болып қалдық бұл нәрсеге. Инстаграм ашып жүргізуге, біреуді туған күнмен белгілеуге, мысалға біреуді туған күні болса, соны Инстаграмға белгілеуге как будто мәжбүр болып қалдық дейді. Интернеттің кесірінен кітап оқушылар азайып кеткен шығар. Сосын кітап жазатын адамдардың да сапасы төмендеп кетуі шығар. Кім көрген кітап жазып кете береді. Мысалы, ана Абылай Кенжеғалының кітабына қайтып келеміз ғой. Ішінде не бар? Кітап жайлы кітап деген кітабы бар да. Қызық, аттардың өзі қызық та. Сразу тартып кетеді. Ол айтады, 150 миллион тираж кітап бар дейді әлемде. Және ол кітаптар сенің кітап оқуға шабытың келген кезде ол кітаптардың бәрін оқып тастай алмайсың дейді. Сосын кітаптарды для галочки оқудың өзі ол қате дейді. Сосын бір адамдар айтқан кітапты оқуға міндетті емессің сен дейді. Мысалы, бір адам кітап оқығысы келді. Ол ютубты ашады да, енді бәрі оқысаң бір топ кітаптарды оқығысы келеді ғой, бестселлерлерді. Ол ютубқа жазады. Әлемдегі топ-3 кітап деген кезде ол топ-3 кітап шығарып береді. Бірақ ол кітаптың түк пайдасы жоқ кітап болуы мүмкін саған дейді. Сен оны оқисың,
уақытыңды құртасың, просто для галочки. Сен наоборот өз өзіңді құртып жатрсың дейді да. Мгм. Иә. Мен өзім солай ойлаймын. Интернет деп ойлаймын мен өзімше. Интернеттің кесірі деп ойлаймын. Ғаламтордың кесірі, иә. Осы уақытта, ну, не үшін олай жалпы адреналин, дофамин көбірек беретіндігінен ба? Кликовое мышление болып кетті жалпы. Листать етіп отыруға құмар болып кетті барлығы. Болмаса жаңағыдай болмайтын стримдерді көріп отырады. Мәдениетте кетіп қалған жалпы. Қыз бен жігіттің кірмейтін тақырыптарына кіріп отырады. Стримда елдің бәрі көріп отырады. Кітап, иә, кітап мәселесін түсіндік. Оқитын адамдар өте азайып кеткен. Ал жалпы мешітте жағдай қалай болып жатыр? Сен енді мешітке жиі барасың ғой. Жалпы жастар, именно жастар мәселесі. Мешітке баратын жастар қазір көбейді ме, азайды ма, қалай болып жатыр? Шади Арсен деген жігіт бар да. Мхм. Масакен таниды ғой. Сол кісі бір подкастта былай деп айтады. Ол кісі Туркияда оқиды ғой. Мхм. Мынандай бір біз сөз бар дейді, Қазақстанда мешітке жастар өте көп барады. Демек ол елдің болашағы зор. Ал Туркияда мешітке қариялар көп барады. Жастар азғындап кеткен деп айтады да. Осындай бір сөз бар дейді. Кейбір имамдар айтады дейді бұл сөзді. Бірақ Туркияда, енді бұл жасырын ақпарат емес шығар, халықтың арасында жүрген әңгіме дейді да. Жасырын мемлекет деген ұғым бар дейді оларда ше. Әр дворда, әр районда өзінің үлкендері бар, неофициально билер деген сияқты. Солар әр үйдің балдарын жинап, бір үйге жинап сабақ береді дейді, жастарды. Оларды үлкен мешіттерге жібермейді дейді. То есть домдардың, әр домның астында үлкен бір подвал бар. Ол жаққанда дейді, көп жерде. Бір домда бір кісі сатып алсақ болды дейді ше. 2 квартира береді. Өзінің сесиде өзі береді. Сондай адамдармен келісіп, бір двордың балдарын бәрін жинап сабақ береді Туркияда жастарға. Оларды үлкен мешітке жібермейді, бірақ жасырын сондай бір жастарды тәрбиелеп шығарып жатыр дейді да олар. Қазір енді 18-35 деп айтайын да мен солай айтып қояйын. 18-35. Осы возрастағы адамдар өте көп. Кімге қалай десе де ренжимін, білмеймін, ауыр тиетін шығар мүмкін, бірақ 2002 былай қарай адамдардың көбісінің балдардың мешітке талпынып жүрген өз басым көрген жоқпын. Даже менің возрастымнан былай қарай прям талпынып тұрған адамдар көрген жоқпын негізі. Көп көрген жоқпын. Енді бізде көп мешітке бармаймыз ғой, бірақ өзі барып жүрген 2-3 мешіт. Сол бір әңгіме қалып кеткен бізде Қазақстанда. Қазақстан мешіттерінде жастар өте көп. Түркияның мешіттерінде қариялар өте көп. Қазақстанның болашағы Құдай қаласа жарқын болады. Құдай қаласа жарқын болсын, дамысын, бірақ жаңағы сөз уже күшін жоғалтып отыр. Жастарға көп барады. Мешіт демекші, иә, Құран демекші, жалпы өміріңді өзгерткен бір аят бар ма? Бір сәт, бір оқиға болса айтып берсең. Бұл нәрсені толық айтып бере алмайтын шығармын, негізі. Менде болған бір ана эмоциональный моментпен бір нәрсе болған, типа андай. Алдында мен бір кісіге айттым ойдым осы нәрсені. Мысалы, мен мынандай нәрсе болған. Бір күніге таңертең тұрып, тренировка жасап, соны түсіргім келді да бір моменттерде. Сол кезде Самаразити жайлы бір-екі кітаптарды оқып, оған себеп болған жаңағыдай бір блогер, дұрыс блогер. Соған қарап қызыға бастадым да. Бірақ менде түк шықпады қолымнан, түк келмейді. Таңертең бастаймын, бір күні ұйықтап қаламын, бір күні түсіргім келмей қалады, бір күні қатты құлшынып тұрамын да, түсіруді ұмытып кетемін деген сияқты. Жүйе жоқ та. Постоянство жоқ па? Постоянно мотивация бар, бірақ постоянство жоқ. Кейде желание жоқ, кейде желание болған кезде уақыт жоқ деген сияқты. Сосын 5 уақыт намаз деген түсіне бастаған кезде, уже түсініп оқи бастап, түсінгенде қалай, мысалы, намаз оқып бастадым да, ары қарай мысалы жүйелі білім деген нәрсе бар бізде. Мысалы, өзіңнің намаз оқып жүрсің ба, намазға қатысты заттарды толық біліп ал,
арабша жаттап алмасаң да деген дәлел дәйегімен біліп ал, өйткені ол бізге парыз нәрселер да. Өзің Мгм. орындап жүрген құлшылықтарыңның дәлел дәйегімен біле білу, ол сенің парызың негізінде. Мен намаз бастадым, кириллицамен болды деген сөз жоқ та. Соған да бір кісі себепкер болып, қатты былай морально қинаған кездерде болды деген сияқты. Соны оқи бастаған кезде, енді мешіттің сабақтары ғой негізі бұл, үлкен ілімдер емес, мешіттегі сабақтар негізі, фикх сабағы, ақида сабағы, сира деген сияқты. Соны Мгм. қашан бастадым, сол кезде жүйрене бастады да бұл нәрсе. Енді біз намаз сырлары дегенге жауап бере алмаймыз, бірақ сырттан қараған кезде былай сырттағы намаздың пайдалары дегенге өзімізге тиген пайдасы сыртынан. Потому что біз намаз оқыған кезде оны парыз құлшылық деп орындаймыз да. Бір андай дисциплина үшін оқымайды намаз негізі. Сен намаз оқып бастайсың, жамағат ретінде мешіттегі сабақтарға барып жүресің. Естественно, сұрақтар пайда бола бастайды. Ол сұрақтардың жауабын іздей бастайсың. Мына заттар, дисциплина, жүйе деген заттар автоматически өзгереді ше. Бірақ сен ол үшін жасамайсың ол нәрсені. Жаңа 5 уақыт намаздың бір пайдасы дегенге келтіргім келген, бірақ негізі былай өлшемейді ол нәрсе ше. Намаз Мгм. деген нәрсе. Түсінікті. Бірақ оған дейін біз өте көп не тыңдап жүрдік қой. Уағыздар көп тыңдаймыз. Плейлисттегі сабақтарды көп тыңдаймыз. Сира сабақтарын көп тыңдаймыз. Сира ұнап қалады. Тағы да бір ұстаздың сира сабақтарын тыңдаймыз. Біреу кітабын оқы дейді, кітабын оқимыз. Одан кейін тағы да бір андай ақида сабақтары, фикх сабақтары дегендер жұмыста күнде тыңдап жүретін едік қой. Мүмкін солай әсер еткен шығар, соның біреуі. Бірақ Мгм. ашық бір аят деп ештеңе айта алмайсың. Бірақ төлеген ұстаз айтады, төлеген ұстаздың бір несі бар, сөз. Зумар сүресінің 53-ші аяты дейді да. Осы аятты мұсылман адамдар көп оқысын дейді ше. Көп оқысын, өйткені бұл адамдарға, депрессияда жүрген адамдарға немесе өз-өзін жоғалтып алған адамдарға өте үміт беретін аят дейді да. Мгм. Ей Мұхаммед, менің күнәда шектен шыққан құлдарыма айт, алла тағаланың мейірімі шексіз деген мағынада да, енді мағынасы қазақша мағынасы осындай. Мгм. Сол ұстаздың өзі айтады, ары қарай жалғастырып. Сонда бір күнә бар дейді, который неге жазаға лайықты. Және күнәда шектен шығушылық бар дейді ше. Күнәда шектен шығушылық деген күнәнің былайша айтқанда промакс сияқты болып тұр ғой енді былай жалпақ тілмен ше. Мгм. Мысалы адам өлтіру күнә, бір адам өлтіруді кәсіп қылып алу күнәда шектен шығу дейді да. Мгм. Зина жасау күнә, зинаны кәсіпке айналдырып алу немесе соны тереңнен жаю, оны ары қарай азғындату, ол уже күнәда шектен шығу дейді. Ол деген сөз аяттың несі, алла тағала әрдайым есігі ашық деген сөз дейді да. Ана бір үмітсіздікте жүрген адамдар үмітін жоғалтпасын, өз-өзін деп айтқан сөз бар еді төлеген ұстаздың. Мүмкін осы аятты көбірек оқу керек шығар бізге. Бірақ мысалы бір мұсылман адам намаз оқып бастады, енді ол құранға түскісі келеді. Құранға түсіп бастады, ол тілін сындырады, анаусы бар, мынаусы бар. Өзінің намазындағы сүрелерін жаттап жүреді, мағынасын білмесе де. Сосын мағынасына үңіле бастайды. Вот сол кездерде адамның жүрегі ашыла бастайды немесе түсіне бастайды да. Түсінікті. Өміріңді өзгерткен, өміріңде бір қатты бір қиындық болды, сен содан сабақ алдың, сол өзгерткен оқиға жайлы айтып бере аласың ба, егер болған болса? Оны есе болмапты сол ше. Бір өзгергім келді, әрекет жасаған шығар, алла тағала жаңағыдай бір-екі әрекетін көрген шығар, өзгеруге деген. Енді ол спорт жағынан, кітап жағынан басталған. Сосын барып намаздың нағыз сырларын түсіне бастаған шығар. Бірақ өте астын сызып айтатын нәрсе басқаларға да пайдасын береді деп ойлаймын мен. Как раз сол кездерде сира деген көп хит болды бізде. Ютубтарда ше, Ерлан Ақатаев ұстаздың сира сабақтары шыға бастады. Нурул Яқин шыға бастады. Сөйтіп жүрген кезде Нұрсұлтан ұстаздың сирасы хит болды ғой қатты.
сол сира деп айтатын шығармын, потому что біз сол кез как раз мен қазір есіме түсіріп көрсем сол кездерде сол сираға көп замешан болған екенбіз. Викториналарға сира жайлы, кітап сыйлауға сира жайлы, сира оқуға деген сияқты. Көбінесе тыңдауға. Бізде жұмыста құлақ бос болады. Сол құлақ бос кезде наушникте жүріп сираны көп тыңдаған екенбіз, оказывается. Естественно, мен қасымда бір-екі сондай жігіттер болды, қатты әсер етпейді ше. Олар саған намаз оқы деп айтпайды да, ауыздарынан бір андай бір арабша терминдер көп естімейсің да, қазақилығы бар, тәрбиелі жігіттер. Бүйтіп бақылап келіп қарасаң, намаз оқиды екен. Енді ойлайсың, намаз оқығаннан кейін қазір саған мынау харам деп айта ма деп ойлайсың. Олай айтпайды да, сөйтсе қандай да. Өзінің бар болмысымен, өзінің әрекеттерімен саған дағуат жасай береді екен да. Оны жаңағыдай үндемейтін дағуатшы деп айтады ғой исламда. Бір позиция бар исламда. Үндемейтін дағуатшы бол дегені өзінің іс әрекетімен біреуге жаңағы үлгі бер деген нәрсе да. Сол адамдар өте қатты көмектесті. Әсері болды. Сосын жаңа сира сабақтары болып жүрді сол кездерде. Андай ішінде бір нәрселер болады. Қадір түні болды как раз сол моменттерде. Қазір есіме түсіріп attым да. Айтқым келгені толық неден екенін ешкім білмейді деген. Алла тағала жүрегіңе қалай салады, жүрегіңді қалай ашады. Қалай болғанда да бәрі Алланың ісі, Алланың қалауымен болатын нәрсе онда. Және Алла тағала жүректерді тербетуі де мүмкін. Бәрі Алланың қолында. Әдемі. Мынау жалпы адам өз-өзімен сөйлеседі ғой іштей. Сол жалпы норма ма, жоқ бұл психикалық ақауға жата ма? Күшті нәрсе ғой. Мен ойымша күшті нәрсе ол. Тамаша нәрсе. Адам өзімен сөйлеспейді, нәпсісімен сөйлеседі да. Адам өз нәпсісімен сөйлеседі. Өз нәпсісін ұрсуы мүмкін деген сияқты. Сен неге бүйтесің деген сияқты. Жаңағыдай өз нәпсінің ұрысы бар, сосын жалғыз өзің кетіп бара жатқан кезде өз-өзіңмен сөйлеу бар, екеуі екі түрлі нәрсе сияқты. Күшті нәрсе ғой, бірақ жеңілдеп қаласың ғой. Сонда ешкімге айта алмайтын әңгімелеріңді өзің айтып жүрсің ғой сонда. Менде мысалы жоспарларды құрған кезде жиі сөйлесеміз, мен так былай істесем қалай болады, былай істесем қалай болады деп. Немесе бірдеңе білдіріп қойған кезде көп жағдайда. Блин, осы жерде осылай істемедің сен. Күшті нәрсе ғой. Өз-өзімен сөйлесу деген. Жаңа айттың ғой, TikTok не деген сияқты, әлеуметтік желі деген сияқты. Адам өз-өзімен жалғыз қалудан қорқады дейді да, бір кісі айтады. Сол үшін ол өзінің уақытын бәрін, фокусын бәрін бұрады дейді ше, TikTokқа, киноға, бірдеңеге. Өз-өзімен жалғыз қалудан қорқады дейді бір адамдар. Көп жалғыздық бұл депрессия ма? Жоқ, неге депрессия? Қай мағынасында жалғыздық мысалы? Мысалы, айналысатын ешқандай шаруаң болмаса, жалпы бой, бос емес болсаң, депрессияға, апатияға көп түсіп кетесің деп солай есептеймін. Өйткені көп адамдарды байқаймын солай, өзімде де солай байқағам. Жұмыссыздық, немесе бір хоббисыздық, или бір, не знаю, если сен ештеңемен айналыспасаң, сенде апатия көп болатын сияқты. Ештеңемен айналыспасаң, иә, точно. Бірақ бос уақыттың көп болуы күшті нәрсе сияқты негізінде ше. Егер бос уақыттың көп болатын болса, және миыңды мазалап жатқан заттар өте аз болатын болса, рахат қой негізінде. Мен мысалы бой жасаймын, мен бос уақытты көп қалдыра бергім келмейді. Бос уақытың көп қалса, уже сериал іздеп кетесің, кино іздеп кетесің, қандай кино бар еді, қандай сериал бар еді деген сияқты. И осылайша уже хоббиді өлтіріп тастайсың, кітапты өлтіріп тастайсың да, кітап оқуды өлтіріп тастайсың. И сол үшін бос уақытты мүлдем қалдырмауға тырысамын. Шаруалардың біразы тынып қалады негізінде. Кстати, мен бос уақытқа мен негізі әлеуметтік желіде қосамын. Әлеуметтік желі ол уақыт өлтіріп тастау өте жақсы жер, бірақ өте жақсы, иә. Өмір сүруге қате зат. Өмір сүріп кетпеу керек онымен. Өмірдің мәнін айналдырып алған кісілер бар. Ол жайлы алда айтатын шығармыз. Жалпы, сен үйлендің, сенде уже опыт бар. Қалай ойлайсың, үйлену оңай ма, жоқ үй болу оңай ма? Екеуі де оңай емес. Екеуі де оңай емес.
бірақ андай былай айтайын, үйренгеннен кейін может кейбір мақсаттарың или кейбір ойларың толықсиды деп айтайыншы, өзінің орнын табады да. бір мақсат қойып тастаған болуы мүмкін, бірақ үйренгеннен кейін сәл миың сәл басқаша жұмыс істейді бәрібір ше, тұрақталасың кішкене бір заттарға. Сосын андай нәрсе үйренетін шығар. Мүмкін ол былай да үйренбесең де үйренуге болатын шығар мүмкін. бір қойған мақсаттарының қайсысы маңызды, қайсысы маңызды емесін ажыратуға болады көп жағдайда. Осы үйлену мәселесінде кішкене тереңірек кіріп көрейікші. Жалпы қандай ақыл кеңес айтатын еді? Жар таңдау мәселесі бойынша, ұрыс жанжал мәселелерінде бойынша, енді ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды деген мақал бар ғой бізде, керемет, өзіміз сылдырлатып аламыз негізінде оны. Өтірік мақал, өтірік мақал ғой. Адамдар өздерін ақтап алу үшін шығарып алған мақал ғой. Кеңес дейсің ба? Жар таңдау мәселесінде әсіресе. Сосын как раз біз осы темадамыз талақ мәселесін айтып кетсең күшті болатын еді. Андай ма? Шариғи жағынан кіретін болсақ. Ұстаздан естіген ба? Үйленетін кезде андай болып жүрген ғой, как раз толик дейді ғой, қолына кітап алып, сақалын өсіріп алып, өзінің бір ана кішігірім фанатизм болған да, ұстаздарға, медресенің балдарына деген. Сол кезде енді бізге қазақша, арабша кітаптан қазақша өтеді ғой, фиқ заттарын, фиқта нені деген сияқты. Мешіт сабақтар ғой, мешіттегі обычно қарапайым мешіттегі сабақтар. Понедельник күні мына сабақ, среда күні мына сабақ деген сияқты. Сол кезде ана қазақша кітап бар, отбасы ғылым қалы деген. Сол кітапты оқып шық деді да, оқып шығуға болады. Оқисың, миыңа кірмейді ол нәрсе бәрі. Үйленген кезде тіпті басқаша ол нәрсе ше. Кітаптарда емес екен да, қазір. Маңызды нелер бар, критериялар бар, банағы басында айтқан сияқты. Адамдардың ақысы деген ше. Адамдардың ақысы сақталатын болса, сол кезде гармония пайда болады. Гармония пайда болғанда біз оны бақыт деп айтамыз дейді. Біз ол нәрсені бақыт деп айтамыз. Мысалы, екі жас бір-біріне өмірдің соңына шейін бақытты ғұмыр кешеміз деген кезде олар нені айтады дейді да? Нені айтып жатыр олар? Олар негізі не айтып жатқандарын осознать етіп дейді да? Жаңағы эйфориядан шыққан сөз дейді ол ше. Получается, бақытты өмір кешу деген бір-бірінің ақысына кірмеу ғой негізі. Ал бір-бірінің ақысына кірмеу үшін олар бір-бірінің екеуі де өз-өздерінің міндеттерін білу керек та. Екеуі де өз-өздерінің міндеттерін кемеліне жеткізіп орындайтын болса, ешқашан ұрыс болмайды ол жерде ше. Қазан табақ сылдырамақ түгілі қисаймайды ол жерде ше. Адамдар ыдыс аяқты өздері сындырады да. Өздері бірдеңені бүлдіріп алады да, сосын өз-өздерін ақтау үшін жаңағы мақалды шығарған ғой. Ол таңдау мәселесіндегі қателіктер емес па, жар таңдау мәселесіндегі? Сен ешқашан білмейсің ол сен адамның қашан екенін. Ешқашан 100% сенімді болмайсың, потому что ондай функция адамға берілмеген ол нәрсе ше. Так 100% радармен іздеп тауып алдым, но менікі деген ол нәрсе ешқашан болмайды. Жүрегіңе сезілуі мүмкін, может. Бізде ана қазақта жақсы сөз бар ғой. Терезесі тең отбасы деп айтады ше. Тең кезек деген сияқты. Сондықтан бір ханның қызы мен орта таптың баласы бақытты болып кетуі қиын сияқты. Мысалы бізде кім әке шешеден зарласады. Қай жақтікі қалай танысайық, сөйлесейік, келісейік деген сияқты. Қатты мән беретіндері өзіміз сияқты қарапайым терезесі тең отбасы болсын деп айтады мысалы. Ол да бекер емес та. Сен ешқашан 100% білмейсің сен адамның екенін. Сонда получается, сен бір адамды таптың, сосын сен болды мен адамым деп сен шештің. Үйленгеннен кейін 2-3 жылдан кейін үлкен конфликт болып қалған кезде адам кез келген кезде секіріп кете салады сенен. Оказывается, сен менікі емес екенсің деп сонда. Негізі кеше бір
адам деген уәдесін тұрмайды ешқашан негізінде өзі осознавать етпейтін нәрсе ше. енді енді қазір мысалы неке не деген екен шариғат жағы қозғалып кетеді ғой. Егер адам шариғат бойынша өмір сүремін дейтін болса, хотя бы тырысамын дейтін болса 100%, бағанағы бақыт деген нәрсе өзі ақ келеді негізі ше. Біз просто ол нәрсені көрмегеннен кейін айта алмаймыз ол нәрсені. Біздің көз алдымызда бір мықты бір примерлер жоқ өмірімізде. Кітаптарда бар мысалдар. Сахабалардың өмірі бар мүмкін, иә. Тамаша оқиғалар бар ішінде. Бірақ олардың өмірінде 100% сөйтіп тұрды деген сөз жоқ қой. Негізі біз просто ана сахабалардың өмірбаянын оқыған кезде, тыңдаған кезде ең патолог сахабалардың ең патолог оқиғаларын жаттап алғанбыз да. Біз олардың адам болғанын ұмытып кетеміз да. Бірақ біздің өмірде болып жатқан кейбір бытовые оқиғалар олардың өмірінде де болған да ол нәрселер. Оны түсіну керек та. Бір ана фантазировать етіп сондай бір намазға тұрған кезде аяғын кесіп тастаған деген патолог оқиғаларды алып аламыз да. Олардың қарапайым адам екені есінен шығып кетеді да. Бізде ше. Сол үшін эмоциямен өмір сүреміз де көп. Қазір енді мысалы қанша болды үйленгеніне 5-6 жыл, 5 жыл болды ма? Дөп басып ештеңе айта алмаймын, бірақ мен бойдақ болсам сол сөзді айтар едім, адамдардың ақысы деген нәрсені. Өзіміз талай адамдардың ақысына кіріп кеттік та. Сосын жаңа талақ деп айтып отырсың ғой, талақ бізде қазақта тарихта мынандай нәрсе бар екен. Иә, мен айтайын дегенім, бұл жайлы сұрайын дегенім себебі мынандай да. Енді сен осы жағдайдың төңірегінде жүрсің ғой, жалпы талақ береді, ажырасып кете салады, мұсылмандар үшін оңай деген сондай бір алып қашпа әңгімелер көбейіп кеткен да. И талақ мәселесін, жалпы отбасы құру мәселесін, отбасы мәселесін именно осы шариғи жағынан өтірік деген сияқты бір кішкене бір жалалар, түсініксіз ойлар жүр да. Осы жайлы айтып өтсең. Жала ғой. Ол жала біріншіден, екіншіден әлемде ChatGPT-дің өзі біледі ғой негізі. Әлемде стереотиптер бар екен мұсылмандар жайлы, ислам жайлы ше. Мұсылман ол террорист, ислам ол мынандай деген сияқты. Ішін вникать етіп тексеріп көрген адамда, мысалы тарихта, қазақтардың тарихында қандай болған? Жаңа талақ деген мәселе. 2 жас ажырасатындай жағдай болған кезде ауылдың белдері жолығып шешіп тастайтын болғанда талаққа апармаған негізі. Талаққа апармаған неге десең, мысалы шариғатта мынандай екен. Шариғат бойынша ажырасам дейтін болсаң, мысалы талақ дейді, бір талақ түседі дейді. Ол кезде бәрі имамның несімен ғой. Білетін адамның сопровождениесімен болды ғой, не нәрсе. Кім білетін адам? Имам болу керек па ол кісі, әлде әулеттің үлкені ме қалай? Ол өзі шариғи. Жоқ, енді кез келген кезде бәрібір ғалымдарға мұқтажбыз ғой. Ол фатуаны шығару, толықтырып айту деген, шарттарын айту деген сияқты. Неке қиған кезде де имамның алдында неке қиясың, саған сол некенің шарттарын айтады деген сияқты да, міндеттерін айтады деген сияқты. Мысалы бір былай ютубта бар енді ол сабақтар. Бір талақ түсті дейді, бір талақ түскеннен кейінгі шарты бар дейді. 3 ай бойы екеуі бір үйде тұрады дейді. Бір үйдің астында тұру керек дейді, ереже бойынша шарты сондай. То есть ерлі-зайыпты ажырасқылары келді, ері талақ берді, бір рет талақ деп айтты, арада 3 ай өту керек та? 3 ай өту керек, бірақ төсектен басқа бүкіл міндеттер сақталу керек дейді. Ер адамның бойында міндеті бар, нәпақа, ауырып қалса дәрі-дәрмек, үй деген сияқты міндеті бар. Сол міндетті күйінде қалады. Әйелдің міндеті бар, жаңағыдай үйдегі киімін жуатын шығар, үйді жинайтын шығар, баласына қарайтын шығар деген сияқты. Олардың бәрі сақталады. Бірақ 3 ай бойы шарты бойынша бір шаңырақтың астында тұру деген шарты бар да. Енді дені сау адам 3 айдың ішінде бір сөйлеседі ғой, шай ішіп отырып. Дені сау адам. Кез келген дені сау адам сен жынды емессің ғой. 3 айдың ішінде бір үйдің астында тұрып, по-любому бір коммуникация болған кезде әйелдің эмоциясы басылады, сенің ашуың басылады деген сияқты. Ары қарай сен уже некені жалғастыруды ниеттенсең, андай бір
терең әңгімеге кірмей ақ қояйық. бойдақтар болып отырған. Қосылып қалған жағдайда екеуі жаңағы татуласып, талақтың күші түсіп, неке жүріп кете береді дейді да. Талақ неке жаңарту деген болмайды ғой. Неке жаңарту деген жаңағы талақтың күші енді ары қарай уже имамның алдында шешілетін вопростар ғой. Әңгіме айтқым келгені қазір сөйтіп айтылады да, енді талақтың күші жойылады, неке жалғасып кете береді деген сияқты келтіреді да. Ол деген сөз полный возможность жасап қойған, чтобы екі жас ажыраспас үшін да. Негізі, иә. Екі жас мысалы, бірақ қандай нәрсе бар екен? Ишара талақ деген нәрсе болады екен. Ишара талақ деген мысалы ер мен әйел ұрысып қалған кезде күйеу айтса әйеліне бар төркініне қайтып келме деген кезде ол екі адамның ниетінде қайтып қайтарып алмау, барып әкелмеу, кетіп жатқан кезде ұстап қалмау, шынымен де кетсе кете берсін, қайтып әкелмеймін деген ойы болатын болса ниетінде, онда уже бір талақ түседі дейді ол жерде. Бір талақтың өзі жетіп жатқанда, иә. Иә, бір талақ түседі дейді. Енді ары қарай екінші талақ, үшінші талақтың сәл тяжелый әңгіме ғой. Бірақ жалпы талақ деген не екенін түсінген адам, неке дегенін түсінген адам әйеліне ешқашан талақ деп айтпайды, ше. Ешқашан айтпайды. Егер осыны ұстаздан дұрыстап түсініп сұрап алған адам, осы нәрсемен өмір сүріп жүрген адам, өмір сүргісі келетін адам, дінді дұрыс түсінген адам өмірінде ешқашан талақ деген сөзді айтпайды, ол аузынан шығармайды ол ше. Соны сен түсіну керек та бізге. Просто қазір бұлар осылай айтады, олар ойлайды сондай бір мұсылмандарды жаманаттығып көрсетемін деп. Мұсылмандарды жаманаттығып көрсетіп жатқан адамдар жетіп жатыр да. Проблема солда да, айтқаным сол бағанағы мұсылмандардың да кінәсі бар дегенше. Сондықтан Нұреке қарап, бүкіл әлем сені тыңдап тұр да, бір сәтке. Не айтқан болады ең? Бүкіл әлем тыңдап тұратын болса, былай деп айтарым. Кез келген информацияны зертте до конца, соңына дейін тексер. Андай тобырлық мышление деген сияқты нәрсе болмау керек та. Келіп жатқан информация саған миыңа 1000 поток информация келетін болса, сенде фильтр болу керек. Фильтр болу үшін сенде сана ақылың дұрыс жұмыс жасау керек. Ақылың таза болу үшін сен оқу керексің ғой, короче, былайша айтқанда. Оқуды тоқтатпа деп айтатын шығармын. Ал 10 жыл бұрын артқа қайтсақ, 10 жыл артқа қайтатын болсақ, 10 жыл бұрынғы өзіңе не айтатын ең? Қандай ақыл кеңес беретін ең? Мүмкін сенің жасыңдағы немесе сенің кеңесің мүмкін біреуге әсер етеді. И ол да как раз сұрақтармен жүрген кезде көмегі тиюі мүмкін. И өзіңе не айтқың келеді 10 жыл бұрынғы? Ешкімнің соңынан ерме деп айту керек қой. Мен қазір 29-дан ба, 19-да болған ол кезде. Ешкімнің соңынан ерме деп айтатыным ше. Прям ешкімнің, даже әкеңнің соңынан ерген қажеті жоқ. Ешкімнің соңынан ерме. Өйткені ол бүкіл мәселеде. Бүкіл мәселеде. Негізі бұл мәселенің ішіне дін мәселесі кірмейді негізі. Дін деген бұл еруге жатпайды ше. Енді ерушілік позиция болғанмен де бұл ана бір біреудің атынан соқыр еріп кету емес қой бұл дін деген. Ішінде кәдімгідей толық ашық таза ақыл бар болғаннан кейін. Бірақ ойлаймын да, қарашы, 19 жастағы өзіңе ешкімге ерме деп айту үшін осы ақылым, мысалы осы бір түсінген кейбір дүниелердің сол кезеңде болу керек еді. Менде өткенге өкініш деген нәрсе жоқ менде ше. Кейбір мәселелерде болуы мүмкін, бірақ онда өкініш деген нәрсе жоқ. Істелу керек заттар істелу керек моментінде істелді. Өткен андай қағида бар ғой. Сенің өткен өміріңнің бәрі тарих, тағдыр да уже жазылып қойған тағдыр. Ал болашағың уже сенің қолыңда да ол. Сенің қолыңда деген Алланың қолында, бірақ адам таңдауы негізі шынымен де маңызды. Мүмкін қазір осы нәрсені көп түсіну керек шығар бізге. Сенің таңдауың деген нәрсені көп түсіну керек шығар. Будильник қойып таңертең 4:30-да тұруға сенің таңдауың бар ғой. Сен тұра аласың ғой ертең. Негізі ше. Алдында бір Нұрлан Ефендімі бір сөз айтқанбыз ше.
Аха. әлемді өзгерту үшін өзіңнен баста дегенді қалай түсінесің деді да. Ойланып жүрді да, сөзді бір жеті жауап берді да. Допустим, сен өзіңді түзетуге тырыстың дейді, әрекет жасап жатсың и өзіңді өзгерттің дейді да. Сен жаман адам едің, жақсы адам болуға тырыстың, жақсы адам болдың дейді. Енді әлем өзгерді ғой дейді да. Қалай өзгерді дегенде, 8 миллиард адамның бәрін жаман адам деп алатын болсаң, мысалы, сен түзеліп жақсы адам болдың десең, уже әлемде өзгеріс бар дейді да. Әлемге плюс бір адам, әлемге плюс бір жақсы адамдар. Получается, әлемдегі статистика өзгеріп жатыр дейді. Енді сол кетіреді да, енді былай толық болмаса да. Иә. Сондықтан адамдардың ойы маңызды, негізі адамдардың ақылы маңызды. Жақсы адамдардың бір жаман адам болса да кейде жақсы нәрсе айтуы мүмкін, ол критерий біз білмейміз ғой. Жақсы жаман деген мәселе. Жақсы орта маңызды шығар. 10 жыл бұрынғы өзіме негізі ештеңе айтқым келмейді, бірақ жаңағы ешкім соңына ерме деген сол кезде бір актуальный нәрсе еді да. Жалпы Нұреке, сен Бірақ мотивацияны қайдан аласың? мотивацияны дейсің ба? Жаңа біз 5 уақыт намаз деп айтып кеттік қой. Аха. 5 уақыт намаз оқып жүрген адамдарда тұрақты білім алмайсың, мүмкін Құран көп оқымайсың, мүмкін басқа да бір нәрселер көп оқымаған кезде адамда табиғи нәрсе да, адам жалығу деген ше, шаршау, әлсіреу, ниеттің бұзылуы деген нәрселер қалыпты нәрсе негізі ше. Адамның мақсаты просто сол нәрсені сол кезде өзін тежеп алуы да, күресіп ше. Енді сен 5 уақыт намазды толығымен дұрыс оқуға талпынып жүрген кездің өзінде сен біршама білімді болып қаласың негізі. Ол бір. Екіншіден, сен намазың әлсірей бастаған кезде қайтадан оны жинап алу үшін әжептәуір бір мінезде күш керек болады да ол нәрсеге. Получается, сен сол нәрсені істеуге тырысып жатқан кезде сен мотивацияның қайдан келетінін білмейсің, потому что сенде қорқыныш бар ол жерде. Намазың қаза болып кетпесін деген сияқты. Негізі ше. Бір келіп жатқан источник мотивация жоқ та менде. Түсінікті. Мынаны қарашы, менде осындай жағдай қазір көп болып жүр. Жаңа білім дейміз ба, жаңа орта дейміз ба, мүмкін жаңа көзқарас, жаңа түсінік шығар мүмкін. Мен білмеймін, бірақ менде мынандай жағдай өте көп болады. Дамымайтын, өз үстінде жұмыс жасамайтын, не өзіне, не қоғамға пайдасы жоқ. Лас сөздер көп айтатын, сондай таныстарым бар мен. Бірақ менде мынандай нәрсе болды, сол кісілерден кішкене алыс жүргім келеді. Ол қаншалықты дұрыс? Мен алыс жүріп, қайта өзімді дұрыс тәрбиеде ұстап жатырмын ба, жоқ? Тәкаппарлық па? Бір жерден тәкаппарлық, күресу керек та, бірақ тәкаппарлық бізде де болған, ол әлде бар менде ол нәрсе. Мысалы, Нұрсұлтан сөздер бар, ол сенің дос балаларың емес, дұшпан балаларың ғой дейді да. Бірақ сол ортаға барып отырған кезде сенде тәкаппарлық пайда болады да. Жоқ дегені, как минимум. Бірақ сен таңдау жасап ол ортадан кеттің, сен Алланың әмірін орындап жатсың дейді да. Енді сен сол Алланың әмірін орындап жатқан кезде саған бір моральный соққылар келуі мүмкін дейді достарың тараптан. Типа, бізбен араласпай кеттің, тақуа болып кеттің ба не? Или там осындай бір моменттер келуі мүмкін. Ол деген қазір бізбен араласпайды. Нервіңді құртатын бір сөздер келеді да, атака. Сол атакаға шыдап беруің, солардың кейбір сөздеріне сабыр етуің, сол сенің бір кафаратың дейді да, короче, былай түсіндіреді да. Толық былай үкім ретінде ондай айтып жатқан жоқпын негізі. Бірақ сол нәрсеге сен в любом случае Алланың әмірін орындап жатсың.
Жаман ортаға жолама дедім ма, жоламайсың. Жаман ортадан кет дедім ма, кетесің. Егер сен сол жаман ортаға мүлдем жоламаған кезде, ондай әңгіме болмас еді ғой. Бірақ сен сол ортаға болдың да, сол ортаға бардың, болдың. Енді сол ортамен араласпай кетіп бара жатсың. Ондай әңгімелер неизбежно да. Кешегі айтқанымда айтып отқан еді ғой, мен сол тәкаппарлық сияқты көрінеді менде. Иә. Қалай күресу керектігін толық білмейді. Бірақ ол деген сөз тәкаппарлықтан жаңағыдай қорқып қайтып қала бер деген сөз емес қой жерде. Кеткен дұрыс қой негізі. 18 группадан шығып кеткен мен бір күнде ше. Ана WhatsApp чаттар ғой. Ана круг, мына круг деген сияқты. Иә, ой, өте лас WhatsApp-та өте лас сөздер келеді, видеолар келіп қалады, білмеймін енді адамдарды. Вообще несі қалай екенін. Кстати, маңызды. Ана бір 3 ай телефонсыз жүрген мен ше. 3 ай, 4,5 айдай ма телефонсыз жүрген. Өте күшті лайфхак. Ең күшті лайфхак осы. Телефоныңыз вообще связсыз ба, жоқ ғаламторға кірмейді? Прям вообще связсыз. Енді қазір жұмыспен бәрі связаны болғаннан кейін керек қой, бірақ онда былай айтатыным. Именно жұмысыңа қатысты адамдармен алып қаласың. Сосын номерді өшіріп тастайсың, ауыстыру керек номерді бір айға, 2 айға ше. Тек самый близкілермен ғана сөйлесесің. Баяғы 1000 адаммен общение дегенді тоқтату керек. Бірақ негізі желательно телефонсыз ғой, негізі ше. Қазір қиын ғой бізге. Жұмыс бар, басқа бар. Мен сол кезде 3,5 немесе 4,5 айдай ма телефонсыз жүрген есімде. И маңызы сандай да, мұқтажсың ғой телефонға. Мұқтажсың, ұйықтайтын кезде де мұқтажсың, таңертең тұрған кезде мұқтажсың. Анамен күресу оңай емес негізі. Қазір нәпсі сияқты, TikTok сияқты. Кірмеймісің де кіріп қоя бересің. Енді кірмейді өшіп тастайсың, ертесіне қалай тартылғанды өзің білмейсің деген сияқты. Оңай күрес емес ол негізі. Ана Нұржан ұстаздың ютубта сабағы бар ғой. Сода не айтады, көркем мінез деген не ол дейді. Мысалы пайымырсам көркем мінезді толықтыру үшін келген, көркем мінезбенсің деп айтқан дейді. Ол не ол дейді, көркем мінез деген. Көркем мінез деген негізі қаттылық дейді. Қаттылық, ол қалай ол қаттылық деген кезде адам көркем мінезді болу үшін қатты мінезді болу керек дейді. Адамның мінезі қатты. Мысалы бір адам келіп ұрды, ол адам оған жауап қатып ұрған жоқ. Жауап қатып ұрмау үшін ол өз-өзін қатты тежеді да, қаттылықпен тежеді дейді өзін. То есть пайымырсам өте күшті қатты мінез адам болған дейді. Сол үшін ол көркем мінезді болған дейді. То есть қатты деген дөрекі емес, өзін ұстап қалған адам, да? Иә, алып мінез деп айтады ғой. Алып мінез. Мысалы, Бауыржан Момышұлының бәрі қатал, ауыр мінезді сондай адам болған деп айтады да. Бірақ ол кісінің қаталдығының артында мейірім жататын еді деп айтады. Әдемі. Солай айтады. Получается, бізге қатты мінез керек екен да. Мысалы, жаңа мен мінезім өте жеңіл, эмоциональный адаммын. 3 ай бойы телефонсыз жүру деген кезде өз-өзіме қатты болуым, қатты қиын болды деп ойлайды. Мысалы, бұны немен салыстыруға болады? Мысалы, оразамен салыстырып көрсем болады. Мысалы, оразада сен 30 күн бойы тамақ жемейсің. Азынан кешке дейін. Өзіңді тежеу үшін үлкен күш керек ол жерде. Мысалы, оразаны тәрбиелейді деген сол шығар мүмкін сен возможно бола тұра ештеңе ол нәрсені істемейсің да, тамақ жемейсің деген сияқты. Так, Нұреке, қалай ойлайсың, жалпы махаббат бар ма? Жалпы махаббат деген не негізі? Сенің ойыңша? Енді қазір махаббат дегенді әркім әртүрлі түсінеді да, әркім әртүрлі айтады ғой. Бірақ бәрі бір ауыздан келіседі, то что махаббат деген бар екенін ше. Ешкім түсіндіре алмайтын, сондай бір әркім әртүрлі жауап беретін нәрсе ғой.
Бізде көп жағдайда махаббат дегенді ер мен әйелдің арасында қолданамыз ғой енді. Енді көп дұрыс подкасттарды көп қараймыз, ұстаздарды көп тыңдаймыз. Сосын солардан естіген, солардың айтуынша енді өмірімізде амалымызда қаншалықты бар екен білмеймін. Махаббат некеден кейін деп жатады да. Ішіне үңіліп қарап, зерттеп көретін болсаң, шынымен де күшті нәрсе де сол. Некеден кейінгі махаббат деген нәрселер. Алдында айтқандай, мысалы, ер мен әйелдің арасындағы махаббатта, отбасылық жағдайда, мысалы, еркек адам өзіне жүктелген міндеттерді толық атқаратын болса, расымен де бізде шариғатта шынымен де екеуінің міндеттері бөліп тастаған. Егер сол міндеттер орындалған кезде отбасыда гармония болады деп айтады. Сол гармонияны біз махаббат деп айтамыз, негізі сол. Бірақ әркім әртүрлі жауап бере береді. Махаббат деген андай. Бір эйфорияны айтады біреулер махаббат деп. Махаббат деген жалпы адамдардың арасында махаббатты солай жауапкершіліктердің орындалуымен түсіндіреді. Кез келген жерлерде негізі. Басқалай қалай жауап бересің. Бізде просто сол қыз бен баланың жүруі уже қалыпты жағдай болып қалған. Азаматтық неке деген қалыпты жағдай болып қалған. Былай қарасаң бәрі бір тұрақты, мәңгі махаббатты іздейді да. Бірақ өмірде олай болмайды. Егер де біз айтатын шексіз махаббат, шексіз бақыт деген ұғым болатын болса, ол тұрақты болу керек еді да. Бірақ біздің айтып жатқан махаббат ол тұрақсыз. Получается, тек ер мен әйелдің жауапкершілігінің өз орнымен орындалуынан туған гармонияны ер мен әйелдің арасындағы махаббат деп айтсақ болатын шығар. Осы әңгіме қазір көп талқыланады көп жерлерде. Басқалай білмейсің. Енді осыны өзімізге практикаға жасай білсек, өмірімізде қолдана білсек, сол кезде ғана нәтиже шығатын шығар. Менің ойымша. Түсінікті, керемет, рахмет жауапқа. Болды, осы Получается, қаттылық керек болып тұр ғой осы жерде. Өзіңе қатты болу керексің. Устойчиво болу үшін де қатты мінез керек деген сияқты. түсінікті. Рахмет, Қобан. Сұхбат үшін рахмет. Алла разы болсын. Ойқұмар подкаст. Дені дұрыс әңгіме тыңдайтын болсаңыз, немесе дені дұрыс әңгіме айтатын болсаңыз, біз сізді күтеміз. Көріскенше.